Мысалы біздің біреуіміз жаңағыдай бір жерде уағыз айтып, сабырлық деген нәрсе жақсы екен, сабырлы болу керекпіз, осындай болу керекпіз деп айтып отқаннан кейін, сөйтіп жаңағы шығып үйіне барып жаңа машинасымен кетіп бара жатқан кезде біреу машинасын қақып кетсе, жаңа бір фарасында бір нетесін бұзып жіберсе, сосын жаңағыдай мысалы атып шығып, байқамайсың ба деп жатсақ, біз Алланың заңдылығын таныған жоқпыз. Біз Алла Тағаланы көрген жоқпыз ол жерде. Біз мына өмірдегі жаңағы дүниелік адамдар көретін нәрсені ғана көрдік болды. Солардың тақырыбына кіріп кеттік. Адамды, машинаны соққан, сізді ешкім соғуға болмайды, сізге ешкім тиісуге болмайды, сол тақырыпқа кіріп кеттік. Алла Тағала қалады сіздің машинаңыздың бір кішкене ғана жаңағы тиюіне. Неге? Өйткені Алла Тағала Құранда әдемілеп бізге айтты. Міндетті түрде сендерді сынаймыз дейді. Бишейін, сәл ғана дейді. Қарасыз, минал хауфи, кішкене сәл ғана қорқытып сынаймыз. Күйі қалай болады екен, сөзі қалай болады екен, қандай мінез шығарады екен деп. Уәл-жуғи, сәл ғана аш қалдырамыз. Қарасыздар, не айтар екен сол кезде деп. Кешегі иман келтірдім деген сөзі сол бетінде бола ма, әлде басқа қылық жасап жүре ма дейді. Нақсы минал амуал, жаңағы малыңнан сәл кемітеміз дейді. Уәл анфус, жаныңнан сәл кемітеміз, яғни ауыртамыз деген мағынада. Қараңыздар, харс, жаңағы егініңнен сәл кемітеміз. Не істер екенсің, не айтар екенсің, қандай мінез шығарар екенсің, Раббыңды танисың ба, танымайсың ба деген мәселе. Көне қандай мәселе. Сол жаңағы жерде машинаны соқып кетсе, мысалы біреу сызып кетті, нетіп кетті, байқамайсың ба деп егер айтып қалса, біз Алла Тағаланы толық таныған адам емеспіз. Біз дұрыс таныған жоқпыз әлі. Неге? Өйткені заңдылығын таныған жоқпыз. Біз жаңағы жағдайда Алла Тағаланың ісін көру керекпіз адамнан бұрын. Сол кезде бізде дұрыс мінез шығады, дұрыс сөз шығады.